Сондықтан бүгінгі сабақ қажекелер біздің неге арналады? Кешірім тілеуге арналады. Демек біздің қалған тауафымыздың барлығы енді Алладан кешірім тілеу, истиғфар. Истиғфардың түрлері көп қажекелер. Астағфирулла деген бар. Астағфируллахил азим, аллази ла илаха илля хуа ва атубу илейх, хуал хайюл қайюм. Кете береді. Ол көп. Просто ең ішіндегі әдемісі қажекелер. Ең әдемісі. И Құранда келгені бұл кімнің дұғасы? Юнус пайғамбардың дұғасы. Жалпы истиғфар қажекелер. Естеріңізде болсын. Пайғамбарымыздың хадистерінде келеді. Кім истиғфарды өзіне ләзім қылып қойса дейді. Яғни күнделікті өзін бекітіп қойған, осында истиғфар айтасың нәпсім деп. Өз нәпсімен договорға отырып қойса дейді. Яғни мен бір күнде 200 немесе 300 истиғфар айтпайынша ұйықтамаймын. Өйткені пайғамбардың өзі не дейді? Менің өзімнің кейде жүрегімді қарауытып, қара басады дейді. Сол кезде мен 70 пен 100-дің арасында истиғфар айтамын дейді. Пайғамбарымыздың өзі айтып жатыр. Ең жүрегі таза кісі айтып жатыр. Біздің жүректерге Құдай жар болсын, апа. Шалабай атам жатқан жер вообще жайлы болсын. Мысалға да. Сондықтан бізге өте көп истиғфар айту керек. Өйткені Хасан Басри деген үлкен табиғин айтады. Біздің истиғфарымыз дейді, Алладан кешірім тілеуіміз бар ғой, истиғфарға мұқтаж дейді. Ауыр сөз. Біздің кешірім тілеуіміздің өзі кешірім тілеуге мұқтаж дейді. Неге десеңіздер, біз кешірім тілеп отырып басқа нәрсе ойлап отырамыз дейді. Негізі кешірім тілеп отқанда Алла кешіріш деп шынайы егіліп отыру керек қой енді адам. Истиғфар деген сол нәрсе ғой. Сол үшін жалпы адам өмірде егер истиғфарды өзіне ләзім қылып алса дейді, пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам. Онда Алла тағала оған кез келген қиыншылықтан шығатын жолды тауып беріп отырады дейді. Болды. Ол Алланың сондай құлдарына айналып қалады дейді. Қиыншылық келді, шығып кетеді дейді. Қиыншылық келді, шығып кетеді дейді. Осындай нәрсеге айналып қалады дейді Алла тағала. Кім не істесе, бірақ бағанағыдай емес, бір күнде ұрып тастап, кейін отпускіге шығып, бұндай емес. Аз-аздан бірақ күнделікті тоқтатпай жүйелі түрде айтып отырады. Яғни бұл салауатқа жақын ғой қызметі, көрдіңіздер ме? Пайғамбарымызға салауат та сондай нәрсе ғой негізі. Бұл өте маңызды. Егер маңызды болмаса дейді, қажекелер қараңыздар, күшті нәрсе айтайын сіздерге. Егер истиғфар маңызды болмаса дейді, Алладан кешірім тілеу, онда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Айша анамыз екеуі қадір түнінде отырады ғой. Рамазанның соңғы түндерінде Айша анамыз екеуі отырып айтады. Айша анамыз айтады: "Я Алланың елшісі, мен қадір түніне кездесіп қалып жатсам не істейін?" дейді. Қарасаңызшы, күшті сұрақ қой. Молодец Айша анамызға да. Ол соны сұрамаса біз білмей қалатын едік. Мен қадір түніне кездесіп қалсам не істейін деді ғой. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Айша, біздің үйімізді көрдің ғой" деді. Кішкентай деді. Соған бір 4 гектар жер сұра деді Алладан. 8 этаж үй сұра деді. Үлкен бір түйе сұрашы, қызыл түйе. Мына түйе жүрмейді, қандыш болды. Дизельмен жүреді, мына түйе бар ғой. Немен жүрмейді деп айтпаған ғой пайғамбарымыз, көрдіңіздер ме? Пайғамбарымыз не деп айтқан? Айша, егер сен кездесіп қалсаң деді, Аллахумма, бұл оңай, жаттап алсаңыздар болады. Қазақшасында айтсам: Аллахумма иннака афуун. Я Алла, сен кешірімдісің. Тухиббул афуа, кешіргенді жақсы көресің. Фағфу анни, мені кешірші дейді. Күшті дұға ма? Я Алла, сен кешіргенді, сен кешірімдісің. Біріншісі, кешіргенді жақсы көресің, мені кешірші дейді. Қазақша айтсаңыздар да болады. Я Алла, сен кешірімдісің, кешіргенді жақсы көресің, мені кешірші. Неде болу керек? WhatsApp'та да болу керек. Ол не дұға? Бар ма? Болу керек. Қараңыздар. Демек, ең ұлы түн, қадір түнінен асқан бір түн бар ма жер бетінде? Қадір түнінен асқан, қадірлі Құдайдың құзырында бір түн бар ма? Айтыңыздаршы. Ешқандай түн жоқ. Сондай қадірлілігі оның бір сүрені арнайы сол түнге түсірген Алла тағала. 114 сүренің біреуі қадір деп аталады. Дұрыс па? Ол түннің не үшін қадір болғандығы енді айтылды, кеше Құран туралы сабақта айтылды. Оны қайта артқа қарай қайта бермей қойық. Алладан кешірім тілей беру. Айша анамызға айтып отқан қарасаңызшы, пайғамбарымыздың. Әлі сол жерде тұрмыз.
Ей Айша деп жатыр да. Сен қадір түніне кездессең, осы дұғаны айт деп жатыр. Аллахумма иннака афуун карим, или афуун десек те болады. Тухиббул афва фаъфу анни деп айт дейді. Қараңыздар. Неге? Сырын қараңыздар. Ей Айша, егер де сені Құдай кешіріп қоятын болса деп жатыр, ар жағында айтқысы келіп жатқан. Егер де Алла сені бүгін түнде кешіріп қоятын болса, ей Айша, сенің көкейіңдегі армандап жүрген нәрселеріңді артығымен береді Алла деп жатыр. Главный тек не істеп кет дейді? Кешіріліп кет деп жатыр. Көрдіңіздер ме? Ең ұлы түні пайғамбардың өз әйеліне, яғни бүкіл үмметке үйретіп жатқан дұғасы бұл не істеу екен? Кешірім тілеу екен. Дастархан жайып қойып отыру емес екен қадір түні. Қыдырата келеді деп. Сытырласа бірдеңе қыдырата келеді. Ол жын болуы мүмкін мысалға. Сондықтан қыдыратаны күтпейді, адам өзінің несін істейді? Құлшылықтарын жасайды. Сіздің құлшылықтарыңызды көру үшін, жазу үшін, Раббысының құзырына көтеру үшін Жәбірейіл періштенің өзі Құранды алып түскен. Соның өзі не істейді? Келеді. Бір түнде барлығы түседі иншалла. Мінекей қажекелер, демек Алладан кешірім тілеу адамның өмірін өзгертетін ең ұлы зікірлердің бірі екен. Енді қараңыздаршы, мысалға да біз біріміз бірсек, біріміз білмейміз ғой. Негізі де. Негізі көп нәрсе білмейміз. Мен де білмеймін ғой, ештеңе әшейін айта берем ғой мен. Негізі көп нәрсені білмейміз. Бірақ біраз нәрсенің сыры қажекелер Құран мен хадисте жатыр. Біраз нәрсенің сыры. Мен кеше айттым, балалы бола алмай жүрген әйелдер мысалға да бар ғой, өмір ғой. Ерлі зайыптылар үйленеді, балалы бола алмауы мүмкін біраз уақыт деген сияқты. Соның сырының өзі Құранда жасырылған ше. Дұрыс, кейбір адамдарға бермеуі мүмкін, бірақ нағарасаңыздаршы, Алла тағала Нұх сүресінің аятында, Құранда Нұх деген сүре бар. Нұх пайғамбар 950 жыл уағыз айтқан. Мына жерде 10 күнде 20 уағыз айтамыз деп, жағымыз өзімен түсіп қалайын деп, салбырап қалып жатыр, резбіз кетіп мысалға да. Сонда қараңыз, 950 жыл уағыз айтқан Нұх пайғамбар. Инни дауту қауми ләйлау ва нахара дейді. Мен дейді, қауымымды түнде де күндіз де уағыздағанмын дейді. Қараңыздар. Жасырын да, жария да уағыздағанмын дейді. Жеке де, топ-топпен де уағыздағанмын. Бүкіл стилді қолданған уағыз айтудағы. Сол кісі. Көрдіңіз ба, Нұх пайғамбар. Уже шаршағарып кеткен, былайша айтқанда бар ғой, тыңдамайды. Баласының өзі кәпір ғой, баласының өзі кәпір. Баласы, әкесі пайғамбар, баласы ілеспеген. Әйелі кәпір ғой. Күйеу уағыз айтып жүрсе, әйел айтады дейді. Мен білем ғой бұның. Бұл пайғамбар емес бұл. Деп әйелінің өзі теріске шығаратын. Нұхтың әйелі мен Лұттың әйелін Алла тағала Құранда тозақпен сүйіншілеген. Сосын Абу Лахабтың әйелі, пайғамбарымыздың жеңшесін. 3 әйел бар Құранда, тозақпен сүйіншіленіп тұрған. Сонда Құдайдың құдіретін қараңыздар қажекелер. Енді бір күні болмаса бір күні мынадай Алла тағала уахи берді дейді ғой. Фақульту стағфиру раббакум иннаху кана ғаффар. Айналайындар дейді. Айналайын қауымым. Мына істеп атқандарың мүлдем дұрыс емес сендердің. Раббыларынан кешірім тілеңдер деп айтты дейді. Ертең азап келмей тұрып, кешірім тілеңдер дейді. Тіледі ма қауымы? Тілеген жоқ. Бірақ қауымына тілеңдер деп қоя салмай, о кісі сыйлығымен қосып айтқан ше. Сыйлығымен қосып айтқан. Тілеген жоқ бірақ. Ақырында Алланың азабы келді, тым қатты болды. Топан су алды, судың астында барлығы өлді. Жер бетін топан су бас, бәріңіз білесіздер ол. Сөйтіп Қазығұрт тауына келіп не істеді? Жоқ, Қазығұртта емес ол. Түркиядағы Арарат деген тауда қажекелер. Түркия мен Арменияның шекарасында Арарат деген тау бар. Қазіргі Арарат бұрынғы аты Уастауат алал Джуди. Құранда келеді. Джуди тауына келіп тоқтады дейді. Джуди тауына келіп қайғы тоқтады дейді. Сонда қараңыздар қажекелер. Ана Нұх пайғамбар айтып жатыр, Раббыларыңнан кешірім тілеңдер, шей қауымым деп жатыр. Егер де сендер жиі және көп кешірім тілейтін болсаңыздар,
ол кешіреді деп жатыр. Ол кешіруден шаршамайды дейді. Қараңыздаршы, бізде мынадай нәрсе бар. Бір күнә істейсің да, қателесіп қалдық деп айтайықшы. Сөйтіп Құдайдан кешірім тілейсің. Дәл сол қате тағы қайталанады ше. Тағы кешірім тілейсің. Дәл сол қате тағы қайталанады. Бір күні не іздейсің? Вообще ұят болып кетті деп айтасың. Құдайдан да ұят болып кетті, мынаны қайта. Кімге дәл сондай ой келсе дейді. Хасан Басри рахматулла алейх. Кімге ұят болып кетті ғой деген ой келсе дейді. Яғни кешірім сұраудан тоқтату туралы ой келсе, онда білсін ол ой шайтаннан дейді. Шайтан сіздің тәубе қылуыңызды қаламай жатыр дейді. Шайтанға пенделердің тәубе қылмай өткен жақсы дейді. Көрдіңіздер ғой, түсініп жатсыздар ма қажекелер? Демек, тәубе бүйтіп айтасыз, қазақша, былай айтайыншы. Пайғамбарымызға бір үлкен кісі келеді, Алланың елшісі, мен күнә істеп қойдым дейді. Сонда пайғамбарымыз салсын, сен бар да кешірім тіле дейді. Ана кісі 3-4 күннен қайтып келеді. Алланың елшісі дәл сол күні қайталанды дейді. Бар да кешірім тіле. Дәл сол 4 рет па келеді ана кісі. Сол бір күнәмен. Өзі 5-шісінде келген кезде айтады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Көке дейді, сен кешірім сұраудан жалықпайды екенсің, Алла кешіруден жалықпайды деп айтты дейді. Міне қағида. Алла тағала пендесін кешіруден қажекелер жалықпайды. Сұрайтын адам болса болды тек. Бірақ енді бола береді екен деп, ол да болмайды. Бірақ өмір болғаннан кейін, бірақ боп қала береді та сондай. Сол үшін Алладан кешірім не істемеу керек екен? Тоқтатпау керек екен. Постоянно қараңыздар. Енді жаңа кімде-кім өзіне күнделікті ләзім қылып қойса соны, кешірім тілеуді міндет деп қойса, қара, жолығатын сыйлығын қараңыздар. Бірінші, юрсилис самаа алейкум мидрара дейді. Алла тағала Алладан кешірім тілейтін қауымдардың үстінен жаңбыр жауғызып тұрады дейді. Енді ойлайды адам, жаңбырдың не қатысы бар дейді. Не қатысы бар жаңбыр? Қараңыздар, жаңбырдың не қатысы бар деген жерге сұрақ келеді. Мен кешірім тілеймін, жаңбыр қандай байланыс бар кешірім мен жаңбыр дейсіздер ғой? Қараңыздар, біздің түгел өміріміз жаңбырға байланған екен қажекелер. Ол қалай айтайын ба? Егер жаңбыр өзінің маусымында жаумаса, жерден ештеңе шықпай қалады екен, қорқақшылық. Жерден ештеңе шықпаған кезде мал қырылады екен. Мал қырылған кезде азық таусылады, сүт таусылады екен. И огород туралы вообще ойламай қой дейді. Біздің өзі өміріміз сол жермен байланған ғой негізі. Дұрыс па? Значит, жаңбыр өте маңызды екен. Өте маңызды жаңбыр. Бір жыл жаңбыр жаумай қойды, қырылып қалды ғой, білесіздер ғой? 22 жыл. Ақтауда, Маңғыстауда мал қырылды, білесіздер. Біздің Аралда қырылды мал. Енді қызық айтайын, осы жерде қажекелер, жараның себебін айтпасақ, ол асқына береді. Біздің елде тасаттық істейді. Өте күшті. Тасаттықты қалай істейді, бірақ бізде көшенің барлығы ақша жинайды. Соған мал алады. Сөйтіп те мал сояды. Ірі қара сояды, не қылады. Сөйтіп оны көшеге жаяды да, жағдай Құран оқытып не қылады. Енді тасаттық істейсіздер ғой ертең Құдай қаласа. Мысалға да енді болып қалады ғой. Әсіресе оңтүстік жерлерде, мысалға егін егетін жақтарда, Сарыағаш, Жетісай, Шардара деген жерлерге өте жиі керек жаңбыр мысалға. Неге? Өйткені бүкіл елдің көп бөлігін сол Алматы облысы мен оңтүстік облыстар и Қостанай облыстары не істеп отыр? Астықпен, дәнді дақылмен қамтамасыз етіп отыр. Мойындау керек. Енді қараңыздар, бізде тасаттықты мал сояды, дастархан жаяды, Құран оқытады и қалғанын анау отырып не істейді? Өсек айтады, әңгіме айтады. Оны бәріңіз білесіздер. Әңгіме айтады бізде. Ана кімнің несі қызына ажырасып кепті, соны айтады. Анау кіммен не қылыпты, оны айтады. Сонымен тасаттық бітеді. Осы тасаттық па енді? Қалай ойлайсыздар? Бұл тасаттық емес қажекелер. Бұл тасаттық емес. Тасаттық қалай болады айтайын ба? Тасаттық имам шығып намаз оқу керек. Истисқа деген намаз бар, жаңбыр тілеу намазы. Енді қараңыздаршы, қызық айтайын қажекелер. Демек, тасаттықты істеудегі мақсат қажекелер жиналып алып, Алладан кешірім тілеу болу керек. Дұрыс, әдемі істеп жатсыздар, мал сойылды, көршілер жиналды, бәрі әдемі. Бір нәрсе әдемі емес та, кешірім тіленбей жатыр. Мына аят не деп жатыр?
Раббыларыңнан кешірім тілеңдер, жаңбыр жаудырады деп жатыр Алла, аятта келіп жатыр. Осы аятқа сай шыққан нәрсе ғой ол. Көрдіңіздер ма? Сөйтіп пайғамбарымыз жаңбыр тілеу намазын оққан ғой. Сол кезде жаңбыр құйған, ертең көрсетем Мәдинада қай жерде жаңбыр тілеу намазын оққан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Енді қараңыздаршы, мысалға Мұса пайғамбардың қауымына бір жылдары жаңбыр жаумай қалады дейді. Сөйтіп Мұса пайғамбарға Алла тағаладан сұрайды, Раббымыз бізде жаңбыр керек деген кезде Мұса пайғамбар Алламен тікелей сөйлесті ғой. Сонда Алла тағала қауымыңның барлығын шығар, Мұса бір қырға барлығын естесін дейді, Алладан кешірім тілесін дейді. Яғни тасаттық. Барлығы Алладан кешірім тілейді. Сөйтіп қауымның барлығы шығады далаға, қалаң сыртына, барлығын естейді, Алладан кешірім тілейді. Алладан кешірім тілейді. Сонымен елге келеді. Енді ойлайды барлығы жаңбыр жауады шығар деп. Жаңбыр жауа ма? Жаумайды жаңбыр. Жаумайды жаңбыр, қызығы қара. Барлығы тасаттық істеп келіп тұр, яғни кешірім тілеп. Жаумайды. Алланың айтқандай істеп тұр ғой енді. Сонда Мұса пайғамбар айтады, Раббым дейді, біз деген айтқаныңды істедік қой дейді, барлығымыз шығып кешірім тіледік қой сенен. Жаңбыр жаумай жатыр деген кезде, ей Мұса, барлығы кешірім тіледі дейді. Ішінде бір кісі тек сендермен барып қана келді дейді, болды. Ештеңе істеген жоқ дейді. Сол үшін тоқтап тұр дейді жаңа. Анан қараңыздар. Жаңбыр бір ғана кісі үшін тоқтап тұр. Қалай ол, Сонда Алла тағалаға айтады дейді Мұса пайғамбар. Раббым, көрсетші маған соны деп, оны жаман қызуғанды болған о кісі бар ғой. Мұса пайғамбар қызуғанды болған. Өзінің бауырын сақалынан алып жерге ұрып жіберетін мағындай. Сондай адам болған да. Ол өзінің сондай табиғи сипаты ол. Жауынгер адам болған. Ұрған кезде өлтіріп қоятын болған о кісі. Қолы қатты адамдар болады сондай. Қолын сілтеген кезде өлтіріп жібереді. Көрсетші маған, Раббым кім ол дейді ғой жаңағы. Қайсысы ол дейді ғой. Жаңағы барып бізбен бірге далбасалап барып келіп тұр ғой енді деп тұр ғой былайша айтқанда. Иә. Сонда Алла тағала айтады дейді, ей Мұса, мен пендемнің осынша жыл жасап келген күнәсін жасырып қойдым дейді да. Енді соны саған көрсетіп қойайын ба, қайсысы пенден күнәһар екенін дейді да. Құдай-ау, не деген Алланың рахымын қарасаңшы. Пәленбай жыл пендем күнә жасап келе жатыр дейді да, сол жаңа сен айтып жатқан. Енді сол кешірім тілемеді деп мен саған көрсетіп қойайын ба соны? Бүкіл саған, сен оның бәрін айтасың ғой деп тұр ғой, жариялап. Ана жерде көпшіліктің көзінше айтып тұр ғой енді оны. Шығарып алып. Көрдіңіз бе? Демек не дейді? Сен бар да қайтадан айт дейді ғой жаңа. Айналайындар дейді Мұса пайғамбар. Ішімізде біреу бар екен, әлі не істемеген, тәубе қылмаған, бізбен бірге кеттік қайтадан бәріміз. Деп ана қауымды қайтадан алып шығады ғой бәрін. Қырға алып шығып, бәрі қайтадан құлайды жаңа, истиғфар, Алладан кешірім тілеп. Сөйтіп еліне келсе қажекелер, жаңбыр құяды ғой. Бірақ адам үшін, енді бізде кейде не деп айтады? Біреулер дейді, біз тасаттық істедік дейді. Біз тасаттық істедік дейді. Бірақ жаңбыр жаумай жатыр дейді. Ал қараңыз, сөйтіп Құдайға не істей бастайды? Күмәндана бастайды аналар. Что-то точно Құдай действует или не действует деген сияқты. Біз тасаттыққа жинаған 10 мың теңгеміз қақы кетті деп. Келе ма? Шайтан сондай ойға әкеп береді. Біз өзімізден іздемейміз ғой, біз өзімізден іздемейміз. Татабо сондай біз мықтымыз, Құдайдан іздейміз ғой. Құдайдан кінә іздеп жатыр ғой енді. Отырып алып ешқайсысы бірақ не істеген жоқ. Истиғфар айтқан жоқ олардың. Сөйтіп алып жаңбыр жаумайды. Қақтан жауады жаңбыр? Тасаттық емес, басқа нәрсе болып жатыр ғой жерде. Мінекей осындай сырлары бар екен қажекелер. Демек Алла тағаланың айтып жатқаны, Раббыларынан көп кешірім тілесеңдер, көктерден жаңбыр жаудырып тұрады дейді Алла тағала. Жаңбыр жауама қажекелер шөп шығады. Шөп шығама мал жейді. Мал жейма ет болады. Мал көбейеді, төлдейді. Сүт болады, айран болады, қымыз болады. Башкирский болмайды бірақ. Шубат болады, қымыран болады. Қаймақ, не бар тағы? Құрт, май, көбіге пісіріп ірімшік, бринза. Көрдіңіздер ма? Бір малдың өзінен қандай? Шөпті жеп, осындай нәрсені шығаратын әлемде аппарат бар ма? Бір аппарат бар ма? Шөп тығып андай нәрсе шығарып алатын? Жоқ қой, ондай аппарат жоқ қой әлемде. Дұрыс па? Шөпті тығасың, ірімшек бірдеңелер шығып атам, шықпайды ғой ол. Көрдіңіздер, Құдайдың мейірімін көрдіңіздер ме? Шексіз.
мен қойдың етін жей алмаймын деп қояды, еще бар ғой. Қойдың еті ауыр екен, жей алмаймын. Мен только жылқы жеймін или сиыр жеймін, сондай әңгіме. Ане көрдіңіз ба, найзағайдың соғуының өзі шөптің шығуына әсер етеді. Міне агроном жігіттер отыр. Демек қажекелер бір жаңбыр біраз нәрсені шешіп тастап жатыр ғой, көрдіңіздер ма? Қараңыздар, истихбардың берекеті. Екінші, юрсилис самаа алейкум мидр ва юмдидукум би амвал. Кім истихбар Алладан кешірім тілей беретін болса дейді, ризық несібесінің қалай артқанын білмей қалады дейді, Алла тағала айтып жатыр. Қалай оның үйіне берекеттің кіргенін ол өзі білмей қалады деп жатыр Алла тағала. Былайша ойласаң келмейді анау ше. Мен Алладан кешірім тілеймін, ризық көбейеді. Қалай сонда? Ол деген сөз анау жатып алып астағфирулла, астағфирулла, азаннан кешкен астағфирулла, ол емес ол. Сіз жұмыс істеп жүр астағфирулла. Көрдіңіз бе? Сол кезде алма піс аузыма түс деген болмайды қажекелер. Бұдан қайтарған пайғамбарымыз. Алма піс аузыма түстен бар ғой. Еңбек қылып қарекет қылғандардың бақыт кеп есігінен сығалайды дейді. Көрдіңіздер ме? Еңбек қылып қарекет қылғандардың бақыт кеп есігінен сығалайды дейді. Демек қарекет қыламыз, соның ішінде нені айтып жүреміз? Истихбар анау деген былайынан кетеді дейді. Мал, дүние. Кейін екіншісі ма бұл? Үшіншісі уайумдидукум би амвал ва банин дейді. Міне осы керек еді ғой бізге. Кім Құдайдан үздіксіз тұрақты түрде кешірімді тілейтін болса, Алла оған бала шағалар береді дейді ғой. Ана қараңыздар. Жауапты көрдіңіздер ма Құрандағы? Алла оған не береді дейді? Бала шағалар береді дейді. Ал осыны білдіңіздер ма? Оны көп адам білмейді қажекелер. Бірақ жақындарыңызға айтыңыздар осындай. Кетті ма? Жаңбыр жаудырады. Мал дүниені көбейтеді. Және бала шағалар береді дейді Алла тағала. Аятта айтып жатыр, аятта Құранда. Және дейді. Ойым дедікім бе амал. Уая жағаллакум жаннат дейді. Бау бақшалар, міне. Келдік осылған Жетісайдың темасына келдік апа. Огурцы, помидорлар, қауын қарбыздар, діңкелер, семейше айтқанда. Семейде қарбызды қауын дейді өткен. Капусталар, картошкілер, пияздар, сәбіздер, жуалар. Барлығы шығады деп жатыр. Немен? Құдайдан кешірім тілеумен. Қалай шығады? Ана жаңбырмен шығады деп жатыр. Бәрін шығарып береді. Әрқайсысын өзінің маусымында шығарады деп жатыр Алла тағала. Көрдіңіздер ме? Құдайдың құдіретінде шек жоқ қой қажекелер. Өліп қалған талдың өзі қыста мысалға. Өледі ғой талшы, күзде жапырақтары түседі, қыста бүйтіп біртүрлі болып тұрады, қалашы қыста. Көктемде дым болмағандай қақшан кетіп талдар жапырақтарын шығарып жатады ғой мысалға. Дұрыс па? Өтірік пе әлде? Негізі ол қыста өлді ма, өлген жоқ па? Өліп қалды ол негізінде. Өлген нәрсені қайтадан тірілтіп атқан Аллаға жоқ нәрседен барды шығару ешқандай қиын емес қажекелер. Оған түк емес Аллаға. Алланың құдіретінің шексіздігі сондай дәрежеде қажекелер. Бесіншісі, ана бау-бақшаны суаратын уая жағаллакум анхар дейді. Жерден атқызып не шығарып береді дейді? Сулар, бұлақтар, өзендер шығарып береді дейді Алла тағала. Кім не істейтін болса, истихбар айтатын болса дейді. Алладан қажекелер тұрақты түрде. Кім тұрақты түрде істейді, мына бесеуіне міндетті түрде жолығады. Жазып алдыңыздар ғой, я? Көрші бар, көлем бар, ағайын бар, туысқан бар, бала көтере алмай жүргендері бар. Осы нәрсені айтып, кейін әрекет жасай берсін. Не дегідей кеп тұрмасын, әрекет жасамадыңдар ма не деп. Алдыраспандағыдай. Сонда бір жыл бойы әрекет жасамадыңдар ма дейді ғой. Сонда болып кеп тұрма. Әрекет и истихбар. Кетті ма? Ал енді бағанағы нені айтамын. Қай уақыт? Әр нәрсе өзінің уақытында күшті ма? Истихбардың ең әдемі уақыты қажекелер пайғамбарлар айтқан уақыт екен. Истихбардың ең әдемі уақыты қажекелер. Ең четкий күшті қабыл болатын уақытын айтайын ба? Пайғамбарлар айтқан уақыт дейді. Пайғамбарлар айтқан уақыт. Пайғамбарлар қай уақытта айтқан, кім біледі, айтыңызшы. Кім айтты тағашты деп?
Siz ayттыңыз ба? Дұрыс айтты. Сізге бір умра ертең Құба мешітінде, иншалла, Мәдинада. Өйткені Мәдинада Құба мешітінде 2 ракағат намаз оқыған адамға бір умра сауабы сондай. Сол жерде береміз, Құда қаласа. Демек, қажекелер, көрдіңіздер ма? Лұқман Хакім айтқан екен. Әтештің өзі айқайлап атқанда дейді. Сен қалай истиғфарсыз ұйықтап жатасың деп айтқан екен. Әтештің айқайлайтын уақытын тексерсеңіздер, таң намазынан 1 сағат бұрын айқайлайды екен. Құдайдың құдіреті, Аллаху акбар, ла иляха иллаллах. Қалай байлаған Алла деймін да, субханалла. Көрдіңіздер ме? Тауықтар тахажжудтың уақытында айқайлайды, қажекелер. Періштелердің ең көп түсетін уақыты ғой. Енді сол кезде Лұқман Хакім айтып жатыр, сен қалай жатасың, балам, Алладан кешірім тілемей дейді. Әтештің өзі айқайлап жатыр ғой дейді. Ақылы жоқ, әтеш айқайлап жатыр ғой дейді. Ақылың бар, сен төсекте оранып алып жатсың ғой дейді. Жоқ, көреді ғой олар, түсіп жатқан періштелерді көреді ғой. Тауықтарда, тауықтар періште көреді. Иттер, есектер, аттар дейді ғой, сондайларды көреді. Демек, қай уақытта айтады екен біз истиғфарды? Сәресінің уақыты, тахажжудтың уақыты, яғни таң намазынан 1 сағат, 1,5 сағат бұрын айтады екенбіз. Ал қажекелер, көрдіңіздер ма? Тауафта жүріп айтсаң оны, ойба, кетті ғой. Яғни таң намазының алдында тауафта жүріп айтсаңыз, вообще кетті. Не деген лайфхакты? Мынаны бар ғой, көп адам білмейді, қажекелер. Қаншама адам білмейді. Бірақ солай өмір сүріп жатыр. Сол үшін айтады ғой. Ғалымдарымыз айтады. Бей дейді ғой. Егер де ілімнің сол ләззатын біліп қойса дейді, патшалар біліп қойса, ғалымдардан ол кайфты тартып алады дейді, ләззатты. Олар әлі білмей жатыр дейді. Патшалар ілімнің егер ләззатын біліп қойса, ол биліктен де тәтті екенін біліп қояды дейді. Ғалымдардан тартып алады дейді. Іліммен істелген нәрселер әдемі да. Юнус деген пайғамбар болған. Білесіздер ғой, қазақша не деп айтады оны? Жүніс. Жоқ, Ақ Жүніс емес. Ақ Жүніс ол передачаның аты. Жүніс деп атады. Жүніс. Жүніс пайғамбар, яғни Юнус деп айта берейікші. Юнус пайғамбар қаяқта өмір сүрген? Қай бетімді шымшейін? Дұрыс айтады. Шардарада? Ниневада өмір сүрген. Нинева деген Каспий теңізінің оңтүстігіндегі Ирактың қаласы. Каспий теңізіне жақын қала. Сол жерде 100 мың халық болған екен. 100 мың халық. Қараңыздар, Юнус деген пайғамбар болған, қажекелер. Осыны айтайық, сосын ұйықтайық қойға. Өйткені бұл күшті. Бәріміз сондай ситуацияда жүреміз кейде. Сол кезде бізге керек болады ма кісі. Бұл Ирактың жаңағы қаласында солтүстігінде өмір сүрген, Каспиймен шекаралас жерде. Ақтаулықтарға жақын. Сол Юнус пайғамбар 100 мың халыққа жіберілген екен, апалар. 100 мың. Яғни бір қала 100 мың халық тұрады. 21 деңе жыл иманға шақырған ғой. 21 деңе жыл. 27 или 23 сондай. Бір адам иманға келмеген ғой. Сонымен енді бұл шаршайды, ренжиді кәдімгі. Қауымға бар ғой, қандай бір не адамсыңдар дейді да. Ренжіп шығып кетеді қаладан. Ниневадан шығып кетеді. Жүрет. Бірақ бұл негізі шықпау керек еді ғой. Бұған Алла тағаладан әлі үкім келген жоқ, шық деген же. Бұл өзі шығып кетеді, өзінің иштихадымен. Соның бір теңіздің жағалауына келеді, бір кеме шығайын деп тұр да жолға. Соның кемедегілермен келіседі де тырс теңізге шығады да кетеді. Ашық теңіз. Бір кезде бұлар теңізде келе жатқан кезде бағанағы Қапшағайдағы шторм басталады ғой. Толқын. Анау зат таситын кеме ғой, жүк кемесі. Ойлаңыздар. Сонда анау кемедегі капитан айтады. Біздің ішімізде бір адамның салмағы артық дейді. Егер де сол түспесе, мына кемедегі заттың бәріне айырыламыз дейді. Ал енді, кім түседі түннің ішінде? Теңіздің қақ ортасындасың. Жақсы, сендер кете беріңдер, мен өле берейін, Аллаху акбар, сен дейсің ба? Кет, до конца төбелесесің сияқтысың ба жерде, мысалға да енді, адам жан беру оңай емес қой. Сонымен не істейді ана жерде? Әділдік болсын дейді, жеребе тастайық дейді. Жеребе тастаса, Юнус пайғамбарға шығып тұр ғой жеребе.
жарықтық ай. Сонымен адамдар екі жағынан көтереді деп теңізге лақтырып жібереді. Теңізге түскен кезде кит бар ғой. Кит келеді де жұтады да теңіздің астына алып кетеді. Теңіздің ең астына, өзі солардың жүретін сұяғы екен ғой өзі. Үлкендері астында жүреді екен ғой. Теңіздің ең астына алып кетеді. Сонда Юнус пайғамбар қате кетіп қалғанын біледі ғой. Резко кадрды артқа айналдырады, тік. Қауымынан шығып кетті. Алладан рұқсатсыз. Үкім келмей тұрып шығып кетті. Сөйтеді, сразу киттің асқазанында жатып алып, ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин дейді. Осылай айта береді. Қап-қараңғы, анаң үшін киттің асқазанында свет жоқ қой, ояққа не бармаған? Цивилизация. Цивилизация жоқ о жерде. Тас қараңғы тек не істей береді? Ла илаха илля анта. Алла, сенен басқа құдай жоқ. Әне, субханака, сен кемшілік сипаттардан пәксің. Инни кунту миназ залимин, мен өз-өзіме зұлымдық жасаған кісілердің қатарынан болдым дейді. Осылай не істей береді? Айта береді. Алла тағала оны үш қараңғылықтың ішінен естіді дейді ғой. Түннің қараңғылығы, судың астының қараңғылығы, киттің ішіндегі қараңғы. Үш қараңғылықтан естіді дейді Алла тағала. Сонда періштелер айтты дейді, Раббымыз дейді, сенің таныс құлыңның дауысы бейтаныс жерден шығып жатыр деп айтады дейді. Періштелер айтып жатыр. Түсінесіздер ме? Әңгіменің тема кіріп отырсыздар ғой? Сенің таныс құлыңның дауысы бейтаныс жерден шығып жатыр дейді. Күнде Нинавадан шығатын дауыс қой мынау деп жатыр да, что-то басқа жақтан шығып жатыр деп жатыр. Нинава жақтан келіп жатқан жоқ дейді дауыс. Періштелердің өзі қажекелер. Үнемі Құдайды еске алатын, дұға қылатын, зікір қылатын, Құран оқитын адамдардың дауысын жаттап алады екен ғой. И солар дұға қылған кезде прямой Құдайға жеткізіп отырады екен. Раббымыз, ана сен пендең күнделікті не қылып жатыр екен, не қылмаймыз ба деп Аллаға жеткізіп отырады екен. Ана қараңыздар, ой Алла-ай. Негізі ең әдемі қиссалардың бірі Құрандағы Юсуптың қиссасынан кейін, Юсуп алейхиссаламның, Юнустың қиссасы ғой. Енді әрқайсының өзінің бір әдемілігі бар. Бірақ мынау біздің өмірімізде өте көп кездеседі қажекелер. Қазір айтам не кездеседі. Дауыс не естіді, үш қараңғы естіді. Сөйтті де қараңыздар. Ана Юнус пайғамбар ішетін ас жоқ, жейтін су жоқ. 3 күн бойы киттің асқазанында жатпай тұрмай не істей берді? Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ. 3 күн бір хабарда бір апта дейді. Басқа бір хабарда 40 күн жатқан дейді киттің ішінде. Басқа әлем, судың асты қысым миыңды жарып жібереді. Әшейін кішкентай ана бассейннің астына қарай бүйтіп барған кезде бар ғой, басың атылып кете жаздайды бүйтіп. Ойлаңыз, сіз теңіздің асты пәленбай метрде жатыр. Сонда Алла тағала Юнус пайғамбардың истиғфарын қабыл етті дейді ғой. Сөйтті де китке айтты дейді. Жағалауға шығарып таста деп айтты дейді. Бүкіл әлемнің хайуандары, жануарлары бұл Алланың әскері ғой. Қалаған уақытта Аллаға көмекші болып әскер болып бара салады. Кеше құстар мысалға не істеп жүр? Ана тасты қақталап келеді. Дұрыс па? Алланың әскеріне айналып кетті олар. Ана кит неден теңіздің астынан шықты да жағалауға келіп құсып тастады дейді ғой кімді? Юнус пайғамбарды. Юнус пайғамбар бір әлемнен екінші әлемге шыққан кезде неше күн тамақ жемеген есінен танып қалады дейді. Бірақ жағалауда жатыр. Алла тағала әлі мейірімін тоқтатқан жоқ дейді қажекелер. Кім үшін? Истиғфар айтқан адам үшін. Сөйтті де ананың бас жағынан, жатқан жері бар ғой. Осылай жатқан жерінің бас жағынан не өсірді дейді? Асқабақ өсірді дейді ғой. Ана асқабақтың жапырағы анаған көлеңке болып тұр дейді. Жемісі дайын болып жатыр дейді. Анау тұрған кезде жейтін қылып дейді. Алла деді, Құдайдың медицинасын қараңыз деймін да. Баяғыда Юнус пайғамбарға берген тамағы бірнеше күн неден кейін? Аштықтан кейін. Ана асқабақ түседі де,
бүкіл организмнің несін бәрін орнына қояды екен ғой. Тырс 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 бәрін орнына қояды екен. Қанды, бауырды, бүйректі, жүректі, қандарды айналдырады. Тік, тік, тік. Осындай қызметі бар екен асқабақтың. Субханалла, қандай қызық нәрсе, ана бірден сорпа әкеп бермейді, тамақ бермейді екен ғой. Бірден тамақ берсең, реанимациядан шығады екен. Ана асқазан оны дайын емес екен қабылдауға. Сөйтеді жаңадайдан бастайды екен. Сонда айтайын деген қажекелер, Құдайдың құдіретін қарасаңыздаршы, Юнус пайғамбарға асқабақ беріп жатыр ғой. Ана пендесі жеп, тұла бойын реттеп алсын деп жатыр екен ғой. Оны медицина кеше тауып жатыр ғой оны. Бүкіл нәрсені беріп көрді ғой, яғни олар. Сәбізді де берді, ананда берді. Соңында асқабақ мықты результат көрсетті да. Сөйтіп олар асқабаққа тоқтады медицина. Осындай білесіздер ма? Айтып отырмын, көп нәрсе біліп кетесіздер деймін. Әлі бұл басы. Сөйтіп Юнус пайғамбар орнынан тұрды. Еліне қалай кел жатыр ғой. Білді ғой енді қателігін. Еліне қарай кел жатыр. Елінде не болып жатыр десеңіздерші. Ойбай, ұста дейдермін, қызық айтайын. Елінде надай болып жатыр қажекелер. Аяғым тоңып қалып жатыр просто. Бұл Юнус пайғамбар елінен шығып кеткеннен кейін қап-қара бұлт келе жатыр екен артында. Бұл қауымы қорқып кетеді. Өйткені қайбір пайғамбар қауымын тастап шығып кетсе, ол қауымға Алланың азабы түсетін болған. Мыналар қорқады уже, болды, бізге азап түседі, кетті ана пайғамбар шығып кетті дейді. Сөйтеді де ауылдың үлкендері бар ғой, бәрің андай мүсәпір киімдеріңді киіңдер дейді ғой жаңағыдай. Ең нашар өздеріңді қор санаған жыртық қандай сондай киімдерін мал, жан, қатын, қалаш полный қырға шығыңдар дейді қалаң сыртына. Неше мың адам? 100 мың адам. 100 мың адам целый қырға шығады. Сөйтеді де анау жаңа кім қалай не қылатын еді дейді жаңа. Юнус пайғамбар қалай не қылатын еді деп сұрап отыр ғой, білмейді да қалай не қылатын. Сонымен осылай еді, примерно де бәрі сәжде қылайды ғой. Біз Юнустың Раббысына иман келтірдік деп 100 мың адам бір сәтте сәждеге құлайды. Қараңыздар. Сөйтсе ол бұлт вообще басқа өзінің шаруасымен жүрген бұлт екен ғой. Бұларға дым қатысы жоқ. Бірақ жақсы болды да келгені. Сөйтіп елдеріне қайтады, сол кезде кімде келіп жатады? Юнус та келіп жатады. Келсе Юнусты барлығы деп күтіп алады. Целый халық пайғамбар шығып кеткен кезде иманға келген ғой. Көрдіңіздер ме? Жер бетіндегі жалғыз түйір пайғамбардың қауымы 100% иманға келген. Бұл Юнус пайғамбардың қауымы екен қажекелер. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям қауымы 100% келмеген иманға. Меккеде көрдіңіздер ме кеше? Ақыры өлтіреміз деп қуды, битті, Меккеге, Мәдина қуып жіберді. Жалғыз түйір пайғамбардың қауымы 100% иманға келген Юнус пайғамбардың қауым екен қажекелер. Енді осыны айтамыз. Алла тағала дейді, Құранда айтады Алла тағала. Егер де Юнус Раббысын пәктеп, дәріптеп, кешірім сұрамағанда еді дейді. Ештеңе, яғни кешірім сұрамағанда еді, ләләбиса фи батнихи иля яуми юбасун, қиямет күніне дейін киттің ішінде қалып қоятын еді дейді. Дұрыс істеген да Юнус пайғамбар, көрдіңіз бе? Қиямет күніне дейін киттің ішінде қалып қоятын еді дейді. Алла тағала айтады. Егер де оны істемесе, Раббысын пәктеп, дәріптеп, кешірім тілемеген дейді. Дәл осылайша дейді. Қандай да бір момын қайғы қасіретке кірсе дейді, Юнус сияқты киттің ішіне кірген. Бәрімізде бар ғой қажекелер, дұрыс па? Стресс. Не дейді тағы? Депрессия. Как күшті атаулар болсын. Детский травма. Переходной возраст. Сіздер өтіп кеткен шығарсыздар одан? Жалпы ма? Бар екен. Демек, осындай өмірде андай қиын, қайғылы кезеңдер деп айтайықшы. Басыңнан бұлт үйіріліп түспей, кетпей қояды ғой бір қадаласың, 10 қадаласың. Былай көрсең, былай болмайды. Былай көрсең, былай болмайды. В общем, бітшің шығады, былайша айтқанда қажекелер. Бола ма ондай өмірде? Өте жиі болады. Дәл қазіргі кездері вообще қатты болады маған. Бұрын ондай қатты естімейтін, қазір деген психолог та көп, оның клиенті де көп. Демек қажекелер, сондай жағдайға түссеңіздер деп жатыр. Сен ла илаха илля анта
Subhanaka inni kuntu minaz zalimin деп ерінбей отырып бірнеше күн айтшы деп жатыр Алла тағала. Мен сені майдан қылды суырғандай қайығыңнан шығарып алып берем деп жатыр Алла тағала. Біз өйткені Юнусты да бір кездері үлкен қайғы қасіреттен осылай шығарғанбыз дейді ғой. Аллаху акбар. Күшті ма? Керемет. Сондықтан қажекелер не істеу керек екен? Истиғфар ету. Бұл сабақты соңына қалдырғанымыз біздің сыры осы екен.